Bir adam болды. Оның аты Еңсеп. Ол тереңдікке су іздеп түскен жоқ. Ол өз атын, өз әулетінің абыройын биіктету үшін түсті. Бірақ әр қадам төмендеген сайын адам жалғыз қалады. Жарық алыстайды. Ал ішкірін күшейе түседі. Шыңырау тек жердің тереңдігі емес, шыңырау адамның жаны. Бүгін сіздер көретін қойылым Әбіш Кекілбайұлы шығармасынан алынған адамның ішкі арпалысы, намыс пен рухтың сын сәті. Еңсептің тағдыры арқылы әр адам өз жүрегінің түбіне үңіледі. Ендеше шыңырауға бірге түсейік.